10 миллион ақшаны ИФСіне аударған жаңағы қыз бала келді. Тергеушілер соны апарып анықтамағанда қай үйге кімге барды? Ол тәуекелдің үйіне барды ма, басқа жерге барды ма? Мен көрген жоқпын, сот күн шұқылап отырдым дейді. Ассалаумағалейкум қадірлі көрермендер. Бүгін 3 желтоқсан 2024 жыл Тәуекел Күзембаевтың кезекті сот отырысы. Мұрат аға, бүгінгі отырыс бойынша қысқаша бір өзіңіз ақпарат беріп жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін Тәуекелдің сотынан шықтық. Түске дейін бір процесс болды. Түстен кейін екінші процесі алқабилерді талқылап, уже алқабилер арқылы қарап отыр. Бұл жерде мемлекеттік айыптаушы сот процесін тергеу барысын сұраған кезде бірінші куәгерлерден бастайық деп, сосын жәбірленуші содан кейін барып ары қарай жалғасын табады деп. Сол кезде Тәуекел Күзембаевтың адвокаты және Тәуекел Күзембаевтар өздері бірінші жәбірленушіден, содан кейін бар куәгерден сол сияқты сатылармен қаралу сұрады. Бұл жерде судья енді алқабилерді де алжастыруы мүмкін, даже бізде алжасып отыр. Қазір таңда бірінші куәгерден бастады. Себеп неге? Куәгер қай жақтан келіп жатыр, кімнің арқасында келіп жатыр, қай істе куәгер ол. Біз түсінбей жатыр осыны. Алды да жәбірленуші куәгерден бастады қазір. 4 куәгерден бүгін сұрақ жауап алды. Ол жерде шатыстар болды. Ол шатыстарды алдағы уақытта айтып отырармыз. Және жаңағы Тәуекел Күзембаевты осы күнге дейін жасырын тергеу дейді, жыта дейді, жыта 1, жыта 2, жыта 4 деген бар екен. Енді жаңа біз анықтап сұрадық, жыта 1-де адамды бақылау, видеокамерамен үйін және жүрген жерлерін деген сияқты. Жыта 1, жыта 2 деген нәрсе ол телефон тыңдау, прямой звондаған нелер тыңдайды. Ол бар, оны көрсетіп тұр. Енді жыта 4 дегені бар. Жыта 4-те телефонға бүткіл аппаратты салып, WhatsApp, басқа да каналдардың бәрін суырып алып тыңдауға не алатын. Енді бұл жерде біздің күдігімізде туындай бастады. Бұларды неге бермеді? Тергеу сатысында да бермеген. Адвокаттар және осы қорғану жүйесінің пайдаланып өзінің баптарына сәйкес тергеу сотына да жазған. Олар да бермеген. Жаңа осы сотта қайттан қорғану барысында осыларды алдын ала танысу үшін сұрады, жыта 1 мен 4-ті. Және оны ашық қалдырды. Тағы бермейді. Құқықтар шектеледі, конечно. Толық таныспаған себебі міне жаңа айтып отқан жыта 1, жыта 4-пен таныспаған. Осы жағын бермейді. Енді бұл сотта да ашық қалдырып отыр. Ол уақытысы келгенде делдан ашып дискін тығып жіберіп, енді қорғана ойыңдар деген сияқты қылып тұру. Ол жерде қорғану бірден адамның ойына қай жерде қателік, қай жерде не, ол қай нәрсені алсаң да бірнеше күн уақыт или бірнеше сағат уақыт кетуі мүмкін да. 10 миллион ақшаны ИФСіне аударған жаңағы қыз бала келді. Ол ИФСі шешесінің атында екен. Ол айтады, мен алдым дейді, өзімнің жаңағы банкке төлейтін 3% және тағы бір неге 350 мыңдай алып қалдым дейді. Қалғанын солаймен жаңағы подельный Қуанышбай Алмасқа бердім дейді. Ол ақша Тәуекелге жетті ма, жеткен жоқ па? Тағы бір сұрақ болып тұр да бұл жерде. Ол кісі айтады, біз апардық дейді. Апардық та сол жерде бір үйге тоқтат, сумкісімен бердім дейді. Өзінің сумкісімен, жаңағы кісі өзінің сумкісімен қосып беріп тұр ғой, ақшаны 9 миллион 650 мың ақшаны сумкісімен қосып. Енді сумка қайда? Кімге беріп тұр? Қуанышбай Алмасқа беріп тұр да. Енді ол кісі біреуге апарып берді дейді. Енді ол кісіні көрдің ба десе, көрген жоқ дейді. Барған жерін анықталасы ма деп еді, анықталам дейді. Енді тергеу барысында тағы бұны тергелмеген. Тергеушілер соны апарып анықтамағанда қай үйге кімге барды? Ол Тәуекелдің үйіне барды ма, басқа жерге барды ма? Мен көрген жоқпын, сот күн шұқылап отырдым дейді. Алдағы 10-шы осы желтоқсанға сағат 10-ға қалды. Сот залында шындықты көрейік. Шынымен блогер мен Тәуекел алды алмады деп мен айта алмаймын. Мен де соны аяғына жеткім келіп, көргім келіп жүрген. Бірақ осы соттың әділ ашық болғанын көргімізге бақылап
бақылап көргіміз келіп отыр дейсіз ғой. иә бақылап көргіміз келіп отыр. Жақсы, рахмет.